2021-2022 оқу жылы Бақтыбай Жолбарысты атындағы номері 18 орта мектеп-лицейде барлығы 1249 оқушы білім алды. Оларға 107 педагог мамандар заман талабына сай білім мен тәрбие берді. Олардың екеуі педагог шебер, 21 мұғалім педагог зерттеуші, 20 мұғалім педагог сарапшы, 25 мұғалімнің педагог модератор біліктілік санаттары бар. Жас мамандар саны 18. Мектеп-лицейде тәлімгерлік тәжірибеде, жас дарын, оқуға құштар мектеп, қолжетімді мақсат, директорлық сенбі ата-аналар үні, біз денсаулықты нығайтатын мектеп біз жобалары жұмыс істеді. Биылғы оқу жылы түрлі деңгейдегі білім сайыстарында мектебіміздің 73 оқушысы жүлделі орындар алып, 100-ден жүйрік шықты. Олардың қатарында мектеп түлектері Серікбек Жібек, Тоқтамыс Ақмарал, Уағысхан Аяулым, Жүнісбек қызы Раушан, Тұмарбаева Нұрай, Қожахмет Айгерімдер бар. Сондай-ақ облыстық республикалық білім сайыстарында жүлделі орындарға ие болған 10-шы сынып оқушылары Оралбек Оралжан, Смайыл Азамат, 9-шы сынып оқушылары Ариланова Аида, Өмірхан Сабина, 8-шы сынып оқушылары Нұрдәулет Ерасыл, Данабай Айжан сияқты дарынды оқушыларымыз бар. Сонымен қатар кадет сынып оқушылары республикалық айбын әскери ойындарында 4-ші орынға ие болса, жас сақшыларымыз облыстық полицияның жас көмекшілері 2022 байқауында жүлделі 3-ші орынға ие болды. 2021-2022 оқу жылы мектебімізде білім мен тәрбие алған 1249 оқушының 187-сі оқу жылын кілең-беске бітіріп, мақтау грамоталармен марапатталды. Мектеп бітіргелі отырған 50 түлегіміздің екеуі алтын белгіге үміткер. Олар 11-ші А сынып оқушысы Төлеуғазина Айгүл мен 11-ші Ә сынып оқушысы Серікбек Жібек. Үздік аттестат үміткері Тоқтамыс Ақмарал. Ал негізгі мектеп 9-шы сыныпты бітірген 92 білім алушылардың 12-сі үздік аттестатқа ие болды. Олар Байғалыкова Айдина, Берік Болсаят, Берік қызы Баян, Болат қызы Аружан, Иматаев Султан, Нұргазинова Дельназ, Ариланова Аида, Тоқан Бағерке, Садықов Алихан, Шлембаев Соңқар, Қуан Жанел, Қанатбек Қаухар. Оқу жылы педагог мамандарымызда білім мен білік, шығармашылық пен өнер сайыстарында ерекше көзге түсіп жүлделі орындарға ие болды. Мектеп мерейін үстем еткен осындай ұстаздардың қатарында ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Есемқұл Аяна Марат қызы, қалалық үздік жыл мұғалімі 2022 байқауынан жүлделі 2-ші орын, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нүсіпханова Әнел Мұратхан қызы, қалалық үздік сынып жетекші 2022 байқауынан жүлделі 1-ші орын, бастауыш сынып мұғалімі Ақбаева Сания Айтбайқызы, қалалық үздік бастауыш сынып мұғалімі 2022 байқауынан 2-ші орынға ие болса, жас маманымыз Ахметова Ағырке Серік қызы, қалалық педагогикалық дебют 2021 байқауынан жүлделі 3-ші орынға ие болды. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Мырзахмет Әмір Абзалұлы, қалалық үздік дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 2022 байқауынан 2-ші орын. Жас мұғалім Бейсенбай Гүлдана, қалалық тәуелсіз ердің ұрпағымын атты телеесте байқауынан жүлделі 2-ші орын. Арнайы педагог Бекмұхаметова Айдана Айдынқызы, облыстық үздік түзету дамыту сабағы байқауынан жүлделі 3-ші орын алды. Сондай-ақ ер мұғалімдеріміз волейболдан өткен қалалық турнирде 3-ші орынға ие болса, алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі Мұстафинов Бауыржан Нұрланұлы қалалық ұстазыңдай шебер бол атты әскери спорттық жарыста 1-ші орынға ие болды. Бұл әрине мектебіміз үшін үлкен жетістік. Биылғы оқу жылының соңында қолжетімді мақсаттар жобасы аясында 556 білім алушы ата-аналарының өтініші бойынша оқыту сапасын арттыру және білімдегі жіберілген олқылықтардың орнын толтыру мақсатында 26 мамыр мен 17 маусым аралығында жазғы мектеп 2022-де білімдерін толықтырды. Мемлекетіміздің айрықша көңіл бөлуі нәтижесінде білім саласын дамытуға барлық жағдайлар жасалып келеді. Оның барлығы білім сапасын арттыруға, кәсіби шеберлікті нығайтуға, мұғалімдердің әлеуметтік мәртебесін көтеруге ықпал ететіні сөзсіз.